Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Барлық мақтау мен мадақ күллі әлемдердің Раббысы. Кемшілік атаулыдан пәк Субханалла, жаманшылық атаулыдан пәк Заки Алла, жаман сипаттардың өзінен пәк Сәлим Алла. Бүкіл нәрсеге құдіреті жеткен Қудир Алла, құдіретімен шегі жоқ болған Қауи Алла, өмірдің мәні болған Хайи Алла. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламға Алла субхана тағаланың пайғамбарымызға салауаты сәлем игілігі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өмір баянында кеше жақсы есімдер айтқан едік. Зайд ибн Хариса радиаллаху анху туралы айттық. Зайд ибн Хариса, Зайд ибн Мұхаммад болған кезінде, кейіннен білесіздер, Зайд ибн Хариса болып өз атымен аталды. Ахзаб сүресінің 5-40 аяты түскеннен кейін. Зайд ибн Харисаны қысқаша айтқан кезде, бірақ нәрсені айтсақ та оның өзі жеткілікті. Құрани кәрімде пайғамбардың жанындағы жүрген Абу Бақр Ас-Сидиқ, Осман ибн Аффан, басқа да жәннаттан сүйіншілеген 10 сахабаның ешқайсысын аты аталмаған кезде, Зайд ибн Харисаның ғана аты Құрани кәрімде аталған болатын. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам онан кейін дау жанжалдарды шешіп, кешегі сабақта мынау қара тасты қоятын оқиғасын айтып берген болатынбыз. Онан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға пайғамбарлық келетін кездегі ана сол кездегі шайырлардың өлең айтқаны, кейін алғаш рет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның Иқро деген алғашқы түскендер, аяттар түскен кездегі оны оқып берген едік. Енді осы жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның уағызды жүргізу кезегіне тоқтап отырмыз. Жалпы меккелік жағдайды біз кеше түсіндіріп айтып кеттік. Өте қараңғылық, өте адамзаттың бәрі тұнып жатқан кезде, мынау кез келген жерде діндердің бәрі адасқан, тура таза дін қалмаған еді. Бағана христиан діндерінің өзі де Иса Мәсіхті Исаның, яғни Алланың бала деп, Исаның өзін Құдай деп кеткендері бар. Бағанағы иудейлердің өзі де Узайрды оның баласы деп айтып кеткен жерлері бар. Яғни негізі олар әулие құлдар еді. Сол сияқты бүкіл нәрсені былығып батқан кезде Алла субхана тағала өзінің жаңа соңғы адам баласына келтіретін кітабы Құрани кәрім мен нақты таза дін Құран, исламды жіберген еді. Енді алғашқы уахи Алла субхана тағаладан кейін уахи 37 жасында келді. Сол кездегі басындағы бағанағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам қатты қорқып көрпенің астына кірген кезінен кейін, бағанағы әйеліне айтқаннан кейін, Хадиша анамыз Варақа ибн Науфалдан кейін барып бағанағы әңгіме айтады ғой. Егерде сенің елің сені өзің жерінен қуып шыққанда сенің жанында босам қойса, міндетті түрде көмектесем дегенде пайғамбарымыз ойланып қалады. Мен бұл елдің бәрі мені сыйлы, аминтін, бәрі сондай сенімді деп адам айтып жүрсе, бұл халқым мені сонда өзімнің туған жерінен қуып шыға ма деген ойда болады. Осы 37 жастан бірінші алғашқы уахи түскен кезден бастап 40 жасқа дейін 3 жыл бойы уахи тоқтап қалады. Пайғамбарымызға уахи тоқтап қалады. Сөйде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам кәдімгідей қатты уайымдайды. Мынау уахи бітті ма? Осыдан кейін енді уахи түспей ма деген ойлар келеді. Сөйде Алла субхана тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға қандай сүресі келесі түскен? Муддасир сүресі түскен еді. Муддасир сүресінің алғашқы аяттары түсіріледі. Бұл аяттарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға Хақ тағала уахи жіберіп айтады: ей бір күнген пайғамбар, тұр да қауымға Аллах тағаланы қорқытып, яғни иман келтірмесе азапқа ұшырайтындарын туралы хабарла. Раббыңды тәкбір ет, киіміңді таза ұста деп Муддасир сүресінің алғашқы 3 аятын 3 жыл уақыт тоқтағаннан кейін деп түсіреді. Осыдан кейін уақитлар 23 жыл бойы тоқтамай артынан түседі. Яғни бірінші аяттар мен осы Муддасир сүресінің аяғындағы Нағла сүресінің арасы 3 жылдай пауза болған екен. Енді Жабриил алейхиссалам пайғамбарымызға кейбірде уақиларды өз бейнесінде алып келеді. Кейбірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам сол замандағы Кәлбият Дихия деген сахабаның бейнесінде келетін. Кейбірде уақилар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға түс ретінде келетін.
Кейбірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахи мынау құтты бір қанатының сыбдырындағы қоңырау сияқты келетін. Оның тағы бір түрі дейді гул деген гуілмен келетін дейді. Ең ауыр уахидың келетін түрі осы екен. Аны бір гуілдің дауысымен. Сөйтіп гуілмен дауыс келгенде пайғамбарымыздың қыс күні болсын, қандай уақытта болмасын, маңдайынан тері ағып кететін дейді. Ана уахидың ауырлығынан. Пайғамбарымыз түйенің үстінде кетіп бара жатса, сондай уахидың ауыр түрі келген кезде түйе ана уахидың салмағын көтере алмай отырып қалатын, шөгіп кетеді. Ана көптеген сахабалардың өздерінің риуаяттарында айтады ғой, пайғамбарымыз бір рет мен басыма, яғни аяғым басыма қойып жатқан еді деп. Сөзде уахи келді дейді. Құдай ақы менің астыма бір аяғымды бір танк мыжығандай дейді, сүйектерім өгітіліп кете ма деп. Бірақ та мүбәрак пайғамбарымыздың басы тұрғаннан кейін ұялдым дейді, аяғым тартып алуға. Бірақ та уахидың салмағы дейді келген кезде пайғамбарымыздың маңдайынан бүйтіп дейді терлер шығып жатты дейді. Сол кезден аяғымыз бітті ау дедім дейді ғой, езіліп кетті ау мынау аяқ деп. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахилар осындай болып келеді екен. Және де бір уахилар болды, ол ешқандай сіздер мен біздерге керек себепсіз болған уахи. Алла пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам Жабрил алейхиссаламды да қолданбай өзімен тілдескен кезі болған. Қай кезде кездесті? Миғраж кезінде. Миғраж түнде Алла субхана тағаланың құзырында Жабрил алейхиссалам өзі Сидратул Мунтаха деген жерде қалады ғой. Ары қарай менің деңгейім емес көтерілетін деп Алла субхана тағала өз пайғамбарымыз көтеріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам перденің ар жағынан дейді, кейбіреу Алланың тікелей өзімен дейді тілдесті деп айтады дейді. Яғни ортада Жабрил жоқ та уахилар болады. Уағалейкум ассалам рахматуллахи. Алғашқы уахидың келуімен пайғамбарлық қызметін бастаған Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды исламды дағуаттауда 23 жыл болды дейді. Ал егер нақтырақ айтатын болсақ, оның 13 жылы Меккеде, 10 жылы Мединада болды. 13 жылы Меккеде, 13 жылы Мединада. Және Құран-ы Кәрім 22 жыл, 2 ай, 22 күн мерзімде уахи болып түскен. 23 жылды жалпылама айтамыз ғой. Аттақ айтасың 5-2 бар. 22 жыл, 2 ай, 22 күн бойы пайғамбарымызға уахи түскен. Мінекей 2. Енді бір қызығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам умми болған. Умми деген не? Жазу оқу білмейтін пайғамбар болған. Сөйте тұра пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінен кейінгі келген Тәуратты да, одан кейінгі келген бағанағы Інжілді де, ішіндегі біраз аяттарын сол үмбеттегі өздерінің арасында кекілжеңі болып жатқан жерлерде уахи ретімен білдіретін. Одан да басқа келген парақшалардан, одан да басқа келген кісілерге діндерінің кітаптарынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып беретін. Бұның өзінде өте үлкен хикмет бар. Неге десеңіздер, егер пайғамбарымыз бұрыннан бері басқа кітаптарды оқып жүрген болатын болса, сені біреу үйретті деп айтпау үшін. Сен бір жерден оны оқып алдың, сен оны Інжілден алдың, сен оны Тәураттан алдың, сен оны Буддадан алдың, біреусі немесе Конфуцийдан алдың деп айтпау үшін пайғамбарымыздың умми болуы, жазу сызуды білмеуі Алланың қалауымен. Елдерге қайтадан не болу үшін? Дәлел, доказательство болу үшін. Бұл уахи тек қана Алланың қалауымен келеді. Құран-ы Кәрімде не дейді сол сияқты? Сен бұл Құран Кәрім келместен бұрын кітапта оқыған жоқсың, жазуда жазбадың, оқып жаза алатын болсаң, басқалардың үйрендің деулері мүмкін еді дейді Алла субхана тағала. Анкабут сүресінің 48 аятында тура осылай айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен умми пайғамбар Мұхаммедпін, менен кейін пайғамбар келмейді деп айтады. Және Құран-ы Кәрімде тағы да не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сіздермен біз сияқты ешқашан нәпсімен, өз ойымен, өз қалауымен сөйлемейді. Ол тек қана Алла субхана тағала уахимен білдірген нәрсесін ғана сөйлейді. Яғни пайғамбарымыздың аузынан шыққан сөз Аллахтан тікелей келді деп білсеңіздер. Яғни бірде бір сұрақ бір нәрсе жауап берсе, пайғамбарымыз кейбірде үндемей қалады. Неге? Біз болсақ, білсек те білмесек те нәпсімізбен бір нәрсе деп айтып жүруіміз мүмкін.
ал пайғамбарымыз ол нәрсені айтып жүретін болса ол бізге шариғат болып кетеді. Сондай оқиғаларды білесіздер ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға осы қажылық туралы алғашқы аяттар түскен кезде сендерге қажылық парыз етілді деген кезде бір адам тұрып, я Расулаллах дейді, бізге қажылық қалай сонда, жылына бір рет берілді ма дейді. Жоқ, жылына 2 рет па, айына 1 рет па деп пайғамбарымыз әрбір сұрағына жауап бермейді. Сөйде ана кісі қайтадан сондай бір жөнсіз сұрақ қойған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Егер сендер жылына ма деп мен саған я деп жауап берсем, сендерге ол не? Парыз болып қалады дейді. Жоқ десем, сендер әне жылына емес деп айтты, онда жыл сайында емес деген сияқты шығарып аласыңдар дейді. Кейбір жыл сайында болмайды деген сияқты әңгімені шығарып аласың еді.